Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге легендарный казах. Бүгін бізде қанша сөз? Бүгін бізде 25 июль, понедельник. Бүгін арбайтқа жұмысқа жатырмыз. Арбайт деген бір күндік жұмыс. Ал көрейік не жұмысқа келетін. Офисқа барамыз. Жұмыс береді специально. Сол офистан жұмысқа жібереді. Кем о? 사장 CG деген короче неде 연인다 CG деген 사무실 бар. Мен қарап кеткен оны короче Илтанға. Олар маған случайно Илтан жүріп қойды да. Түнде ше. И маған звондады короче ертесі. Я короче случайно салып жіберіппіз бізге жіберші ше обратно ше. Не үшін мен онда қатемен жазып қойдым деп ойланып жүрмін ғой кәдімгідей ше. Өйткені CG деген өйтіп жазылмайды ғой деп. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. Ne mavi salon ya? Tamam. Tam esmani. Men tanıdım uzun. Oldu. Айтам да, мына болан мен танимын ғой деймін да. Атын жаттап аламын ғой, представляешь, сен жабылан деп қоямын ғой. Ассалаумағалейкум. Че, не істеп? Бізге конкурент болып жұмысқа келдің ба? Так, короче, не келдік? Самыши келдік. Мынау, короче, мен хана, чигоп, соге, со деп жазылып тұр. Осы жерде жұмыс береді. Көреміз бүгін не жұмыс беретінін. Қандай жұмыстар бар екенін жалпы. В целом. Не, короче, ондай лестница. Лестницамен көтерілесің. Кішкентай. Болды. Қазір асып бар. Ішіне көрсетпей тұру керек. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз. 안녕하세요, 사모님. 우리 아니요. 나 오늘 처음에 왔어요. 여기 차도 있어요. 일이 없어요? 차 있어요. 2명 사람이요. 네네네. 와, что дерзко вот так. Что за люди дерзкие заходят, дерзко самуши говорю. Ассалаумағалейкум. Да, нормально, сам как? А все еще арбайтом, да? Да. Работу не ты говоришь, представляешь? Работаю. Салам алейкум. Что, на работу? Не, работаю, арбайт. Арбайт? Тоже. Народ простой, да? Ищем, да? Я вышел, посмотрел. У меня работа была, блин. 400 сменилась. Где ты работал, по идее? Работа была. Через универ. Я в сессии был до этого. Ага. Полчаса назад был здесь, а работа была, резко отменилась. Здесь сейчас. А? Сен барып келіп онда ана? Или мен барып келейін? Или мен барып келейін? Мен барып қойсаң да, я? Сажан жақсы ма? Да. Короче, мына жерде жұмыс жоқ секілді. Айтып ойын. Ой, Янчик! Ассалаумалейкум, как ты? Приехал? Да. На недельку всего лишь. Ты маску наоборот одел. Что это, как его? Она уже отправила? Работы нет, говорят. Но, говорят, сейчас этот... Машина есть, говорю, на 2 человека есть. Она говорит, сейчас найду, короче. Подожди, говорит, чуть-чуть. А пока что пора скажу. Қатының болса жақсы, завтрак ішіп, как положено. Жұмысқа дейсің ғой, братан, я? А? Қатын бала шаға бар, как положено дейсің ғой. Ассалаумағалейкум, как ты, братан? Керемет қой, керемет. Че, не істеп, жұмысқа ма? Не, самуши келіп көрейін дегенмін ғой. Опа, сіз не істеп самуши, братан? Бүгін жұмысым бар еді. Өзім звондамадым. Жұмыс жоқ дейді ғой. Күніне звондасаң, күніне звондау керек қой. Братан, на Уайлиға бере салшы, пожалуйста. Уайлик там внутри. Ұйқым келмейді. Махаббат маза бермейді.
Короче, қазір неге барып жатырмыз? Басқа самуши бар тағы бір. Сол жерге барып тағы жұмыс сұрап көремін. Если сол жерде болып жатса, значит нормально. А так ол жерде де жұмыс болмаса, қиын болайын деп тұр жалпы жағдай. Наше дело просто спросить так, что нормально. Қазір екінші реңкілер жұмыстырап. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. 안녕하세요. 차 있어요. 저명 사람이에요. 주변 사람이에요? 네네. 잠깐만 앉아요. 네. Так. Жұмыс берді. Жұмыс бар екен. Сағат 9-да басыла деген. Мында қағаз беріп жүрді. Короче, бұл қағазда адрес алып тұр. Қаншада басылатынын және бастықтың номерді алып тұр. Болды, қазір құдай қаласа сонымен барамыз. Жұмысқа кетеміз. Уху-хай дейсің ғой. Әрі шарт етесің ғой солай. Ана жерде отыра бергенде жұмыс бар ма, жоқ па, короче, ешкім білмейді. Конечно, басын қатырып, зачем? Осылай движняк жасап, бүйтіп. Қайдасың? Давай шығып тұр, қазір келем. Жұмыс бар. Настроение керемет, настроение өте жақсы. Ұйқым келмейді дейді. Махаббат мейді. Кеттік, ал достар. Родной, не істеватсың? Қарындаш, негізі болды. Жаман тамақ жеп алған дұрыс. Тамақ жемесең болмайын деп тұр ғой. Әдімде өмірің еміп болмайын деп тұр ғой. Өйткені заводтарда таңертең жұмыс тамақ бермейді. Тамақты өзіңнен таңертең ал обедте береді. Бірақта бір жер жаман айтпақшы. Сағат 9-да басталса, зайт жұмыс 6-ға дейін деген сөз. Кеш сағат 6-ға дейін жұмыста боламыз. Не деген жаман шын сол. Қызы көрсе көзің жанады ғой. Ой десе, енді амал жоқ. Өмір солай. Бұл біздің табиғат. Қызға қарау. Сағат 9-да? Адрес, как положено, номер бәрін беріп жүрген ғой шыдайшы. Базар жоқ ем, сразу шандай күліп қарсы алып жүр, баладес сол сажан бар ғой, негізі адам болатын сажан. На не дейді қанада, жұмыс жоқ дей ма? Адам деген тож көп қой, Еще бәрі біздің вьюгтар ғой. Ана ойса-ойса вьюг жоқ. Андай бұрын андай кімдерің жоқ, андай екен, андай. Қай жердің адамдар еді? Пакистанның адамдар ма? Ондайларда жоқ представляешь. Ерлан жұмысына? Ауылда жүргенде олдық қой енді. Так, қазір енді завтрак ішуге барып жатырмыз. Ол мына кірсе енді. Мына жерде чмобаб деген тауық бар. 안녕하세요. 치킨 2개, 하나 더 чмобаб 주세요. не рис, ішінде тунец, закинь. Бар оған қанша тұрады? 1000 тұрады қазір, бұрында 1000 тұрады ол. Не істейсің? Осы жұмыс істейсің ба? Осы жұмыс істейсің ба? Айтамын да, қуанымда жүрсеңші жаңашы. Ауылда жүрген сияқтыңыздар ғой, Қазақстанда ше. Барлық жерде танысың да, көшеде кетіп жатқан. Айғайлап бір жүрген ауылда шығып.
Bunaqa shunday tovuqlar bor. Tteokbokki. Кішкентай, короче, забегаловка бар, тез тамақ жеп кететін деді. Не, 감사합니다. Не, 안녕하세요. 8:30-да жұмыста болсаң, 9:00-да басталады. Жұмыс өте жақын жерде, 6 км жерде екен. Қой, бейшара, өлейін деп тұрған машина қинама өзі. Яғни артыңғы бамперін кім ұрған? Қойш. Қайда ұрған? Заборға. Мәссаған. Тып-тыныш тұрған заборды ма? Монстр алуға болады негізі? Жолдан тоқтаймыз. Тұр ғой мен магазин сол жағында. Саған жақын болатын жерге барып көріп. Жоқ, бүйтіп кіріп тоқтасасы бүйтіп. Қуасың, мәу. Кім водитель мына жерде, айтшы? Так, сущняк. Ана бала монстр ішеді. Мен болса американы ішемін. Өйткені монстрдың көмектесін негізі ғой. Не? 됐어요? 네, 감사합니다. вот это произошло. Ne oldu? Musur kaydı burada? Ya musur var. Naktırsın işte abi. Sana öz musur. Bazar yok iyi diyeyim ha. Musurdan gözet çok. Ne dedi ya? Келдік ал. Короче, мындай бір завод. Неде, мольтинг, атол дейді. Білмеймін, короче, осы завод, осы жерге жіберді. Контейнер түсетін секілдіміз. Айналаның бәрі осындай. Заводта, походу, либо түсіреміз, либо кешке дейін өлінч. Анадан, анадан бірден салып жүреміз ғой, короче. Контейнер түсірсек жақсы болушы еді. Контейнер грузчик сияқты. Аласың, тез 2 контейнер түсіресің. Үйіңе айтасың ғой. Басында қатырмайсың ба? Ал андай жұмыстарға түсесің кейде. Мына складқа таситын жұмыстар ше. Сондай жұмыстар болса, шынымен қиындау енді. Жалпы. Сағат 9-да жұмыс басталады дейді. Көреміз енді. Не жұмыс басталады, қалай болады? Пока что ешкім жоқ. А тут бандит только стал ағамыз, басып, тағып ағамыз, десі жоқ. Қолын салып қойып деп. Заводтың адамдары келген секілді ғой. Мына қазір сияқты дейді. Деп күліп қояйық. Пусто. Короче, мынау андай бір завод екен. Не шығаратын? Білмеймін, бір ағаш шығарады. Бүгін цехта жұмыс істейміз. Жұмыс өте оңай секілді. Прям ауыр, қатты ауыр емес секілді. Мынау заводтың іші. Короче, осындай бірдеңелер шығарып, ағаштар. Заводтың іші ондай қатты лас емес. Көреміз не жұмыс істейтінімізді. Біздер, походу, упаковка істейміз, ағаштарды осы упаковка жасап тұрамыз ғой. Біз екеуміз, походу, коробка орап тұрамыз, иә? Түсіндірді ма? Түсіндірім жоқ па? Онда жаман ғой. Түсіндірмесе жаман ғой. Но ненің ағашы өзі? Ненің ағашы? Еще, походу, кегелер ма бірден бұзылып қалған сияқты ғой, иә? Смазка шығасың. А? Смазка пришла. Қойш. Заводтың іші, Мама екемен жерге
Нормально істей берсең де ол. Бүйтіп просто. Мынаның бойымен андай ағаш кесіліп шығып келеді да. Мынаған бүйтіп салынады да. Салынады, мынаған түседі. Bir adam mına şey olarak da karokmen garıcı orap durur kos koşmayın. Жұмыс өте оңай секілді. Мынаның бойымен келеді олай. Фук. Қызық күшті. Цехтың іші өте лас секілді, бірақ та не бар ғой. Қиын секілді. Ана жақтан короче бір адамды салып тұру дейді. Короче, жұмыс осылай. Өте оңай. Қатты қиын емес. Мына жұмыстың бір қызығы, бұл жерде 5 минутқа жоқ екен. Әшейінде заводтарда 2 сағат жұмыс істейсің. 10-15 минут демаласың. Ал бұл жерде болса, осылай қалған уақытта алып жұмысты бітіріп тастасаң демалып отыруға болады. Жұмыс өте жеңіл екен. Короче, мыналар осылай бір ағаштар шығады, жіп-жеңіл. Осы ағаштар осы түседі. Мына жерге көп қой жиналған кезінде бұл жерге әкеп, осы алты-алттан короче көп жатыр. Ана кенжеғай біреуінің ішіне қырып бірдеңе штук кетеді. Вот осылай жинайсың. Вообще ондай қатты қиын емес. Солай алты-алттан жинайсың. Ең бірінші мынаны қоясың, осыны қоясың, потом ананың 6 штугын кеп қоясың. Потом обратно істен тура осылай поролон. 6 штук, поролон, 6 штук, 6 штук. И вот 44 штук осындай жинау керек. И 42 штук жинау керек. Одан кейін скотч тайсың, жабасың, так көрдігіңіздей. Короче, сағат кездерде 12:22 болды. Бәрі что-то демалып отыр. Бізде демалып отырмыз. Сағат 12:30-да обед дейді, 8 минуттан кейін. Ne Чингу? Салам алейкум.
Сағат 12:27 болды. Biz обедке кетіп бара жатырмыз. Одейсің, шықтан одейсің. А? 여기? 뭐요? 아, 시켰어요? 식당 없어? 아니. 와, 아, 진짜? 안 좋아, 안 좋아, 안 좋아. 아이고, 안 좋아. 어떻게 좋아요? Короче, тамақ болса, балық, балық деп жұмыртқа, шөптер, бес. Асу онда ештеңе жоқ. Тамақты жеп алдық, қарын тоқ, уайымыз жоқ. Мына ағаштардың біреуінің үстіне құлап, ұйықтау керек қой. Жалпы айтқым келетінші, мұндай ыстықтан не только недеші, жұмыс істеу стройкада ше, даже көшеде жүру мүмкін емес қой мұндай ыстықпен. Ё-ма. Заводтың іші қате болсын, көлеңке, өтірік вентилятор бар. Любой жұмыста ең қиыны ол обедтен кейін жұмыс істеу керек, кешке дейін ше. Қазір мысалы 4,5 сағат бойы тоқтамай жұмыс істейміз. Кешке дейін. Сөйтіп жұмыс бірақ кетеді. Болды, жұмысты түсіндіріп, бәрін көрді деп ойлаймын. Тура солай жұмыс жалғастырайық. Малая, не істеватсың? Басқа размер ма? А? Короче, одно и то же. Просто наклейка с вас дейді ғой. Понимаю. Не істеп жатқанымыз өзіңіз біліп жатыр. Тазалап жатыр, былай алып жатыр. Бұл жерге бір палет алып келіп қойдық. Ладно, вентилятор. Мен де түсінбеймін, өздері де түсінбейді, ешкім түсінбейді секілді ғой. Маған сағат 6-ға дейін жүрсем болды ғой. Жұмыста қатты жыртылудың қажеті жоқ. Қатты өлі жұмыс істеуге. Асықпай, бір темппен, ең басты жұмысын істеп жүрсеңіз болды ғой. Қалай істеп жатсыз, жылдам істеп жатсыз ба, ақын жұмыс істеп жатсыз ба? Бәрібір, өйткені біз арбайтпен шыққан адамыз, бір ақын шыққан адамбыз ғой. Так что бізге ешкім үндей алмайды. Так что Кореяға келсеңіздер, осындай адам болды. Ана қатты жұмыс істеудің қажеті жоқ. Көбелер айтады, ойбай, былай жұмыс істе, былай жұмыс істе. Жоқ, егер постоянно жұмыс істесеңіз, я все өтті. А жалпы бір күндік жұмысқа шықсаңыз, өзіңіз білесіз қалай болсыз. Арбайтпен шыққанның осы жер жақсы. Бәрі отырыпты. Мен де отырмын, мен де отырған жоқпын, қарап тұрмын. Жұмыс жоқ, өзіңмен өзің. Ешкім саған демейді, сен де ешкім өндемейсің. Өтір уақыт созып тұра бересің. 4 сағат жұмыс істеуді айтсашы, 5 сағат. Мың ішінде жатыр ғой. Мына алаяқта жүр. Жұмыс істемейсіздер ма? Нормально, не істеп жүрсің? Жұмыс істемейсің ба? Менің папам завод. Менің папам заводы ғой деймін. Папаң завод ма? Жұмыс жоқ, болды. 4 сағат қалды ғой. Короче, мынаны осы мына жақтан түседі. Мына көрінсер, басқа версиясы уже. Осыны жай ғана мына үстіне қою керек. Болды. Осыны істейміз. Басталды. Аяқ жерге тасталды. Короче, осы үш рядты бүйтіп қосып бірге алып келесің. 6 штуктан 3 ряд. Короче, осы шығады. Мынаны былай көмкересің көпше ше. Былай қойып шығасың да бәрі үстіне бүйтіп 6 штук қойып қоясың. 6 штуктан көтеріп фук кеткенсің ғой. Короче, қатты мидың қажет емес.
не болса да. Bir sözбен айтқанда, ештеңе өзгерген жоқ. Бар болғаны 1, 2, 3, 4-ші рет ен толтырып жатырмыз. Мынау болса вообще асықпайды. Жинаймыз. Істеп осылай. Сағат деген уже 15:37 болды. Сағат 3:37 болды. 2 сағат 20 минут тұрады жұмыс бітуіне. Мұндай темпім бар ғой, ішім пісіп өлетін сияқты ғой. Зато рахат. Ештеңе айтып отыра береміз. Алматы сауыз бар, істейді. Бізге не? Короче, мынаны еще біткеннен кейін лептеу керек екен. Лептеу деген сөз. Лептеу деген сөз, короче, мына леп. Осыны короче орау керек. Сағат 4-тен 4 минут кетті. Мен болса әлі отырмын. Жарты сағаттан күткен отырамын. Мыналар өзінше бірдеңе настраивать етіп жатыр андайда. Дым не жоқ қандай. Қызық емес қой. Не істеп жатыр, қалай істеп, мен білмеймін. Мен істемеген, мен бұл заводта істемеймін. Маған не айтады, соны істеймін болды. Айтпады ма ештеңе отыра беремін. Қарны шығып кетті мәсі. Жұмыстан кейін прямой кафеге барып тамақтанып келіп қоя. Жаңа таңертең жұмыс істейміз, зато светті басқа. Осыны алып, мына жерге саламыз. И тура жаңағыдай ғой, ручка соққымыз. Жұмыс уақытынан келіп, мына өліп келді. Өліп бар не етін ана? Базарлықтан бе? Молодец қазақтар. Жұмыста осет береді арасында. Соған мәжбүр болсын. Болды, жұмыс өз мәресіне жетті. Енді тек мынаның ішін тазалау керек, сыпыру керек, мына мусорлардың бәрін. Сағат 15 минуттан кейін қайта асықпай. Оған мен табылайын көшек бар. 친구 뭐해요? 우리 뭐해요? 뭐해? 괜찮아? 뭐 бізге тұра беріңдер, ештеңе етпейді. Бізде мен жоқ тұрсаң тұра бересің дейсің ғой. Қайда? Оғай? Алтыда өтеді ғой, уасында. Қайда өтесің ертең? Өйлерің жаман. Болды, мына заводта да бір күн істеп тастадық. Біздің де бір күн жұмысымыз бар осы жерде, дейсің. Қарны ашып кетті, не болса да.
Құр қарап жүреміз, әрбір сандалып, енді. Жұмыстың ішінде өтірік су ішеміз, өтірік су ішіп, кофе ішіп. Су ішек десең, суда өтіп келді ғой. Суын да өтіп келген соң да бір заводпен. Ой, пожалуйста, ана бұржаш вентиляторды маған. Нан. Бұрыласаш? Пожалуйста, өтінем. Аллаң нұр жаусын. Ал, суғасайо дедік та, жұмысты бітіріп қайттық болды. Суғаса. Уа. Немен қайтамыз е? Машина да жоқ, машинамен келген сияқты дедік. Машинаны алып кетті. Қойш. Мә саған. Қалай қайтамыз еме жерден? Қуасың ба, өтірік алдап атсың ба? Декс тұра қоса, жүрген соң. 36 минутта қайтады ғой. Ема, 1 сағат үйге дейін дейсің ғой. Үйде жетті, бірақ қойды. 300 метр пешком дейді ғой ше. 35-11 дейма, короче, автобуспен қайта дегенбіз. 36 минутта болады деген. Ой. Приключение бітпейді дейсің ғой. Автобусты күтіп отырып, біз мына жерде, короче, какаодан қарасақ, специально картадан қарасақ, бұл жерде остановка бар дейді, таппай жүр, қайда деп, оказывается, міне тұрған екен ғой, представляете. Осындайда ше остановка бар, дым жоқ, отыратын орын да жоқ, жерде отырмыз, онлайны. Кореяда да ондай жағдай бар екен, представляете. Саған. 13 минуттан кейін келеді дейді. Қарын деген шордап кетті ғой әтең. Ештеңе етпейді, шыда. Болды, короче. Түстік автобустан. Енді қазір жаңа таңертең барған офис бар ғой, жұмыс берген. Соған барамыз. Сол жерде барып, бүгінгі ақшаны алып кетуіміз керек қой. Солай. Соған бара жатырмын. Короче, жұмыс 5:40-тан қайтар жүрді біздерді ше. Почти 6-да қайттық қой, емес. 6:30 болды ма? 7 болды ғой уже. 5:40-та қайтқаннан 1,5 сағат жолда келе жатырмық қой. Ой, өмір ғой. Қазір ана офисқа барамыз. Короче, жаңа таңертең көтерілген офис қой. Осы офисқа қазір көтерілеміз. Ашық болса қазір жалақымызды алып кетеміз, ашық болмаса алмаймыз. 안녕하세요. 얼마야? 17만 원? 12만 7천 원? 와. 무슨 어? 여기 이름? 여기 이름? 네. 돈 11만 7천 원. 사인은 여기 사인. білмейді ғой, балалар уже Кореяда қанша жүрсеңіз. Мечін сек. Я. как мың теңге ғана жүрдік па? Как мың теңге 100 мың болады? То есть? 46 мың. 47 мың теңге жүрдік. Окей. 네, 감사합니다. 오, ақша дейсіңдер ғой. 수고하세요. 내일 다시 와요. 네, 고맙습니다. ақша, деньги, зарплата. бір күн жұмыс істеп, $100 алдық қой, почти. $90 ма, е? Ой. Жаңа көрдіңіздер, бастықпен барып сөйлесіп кеттік. бір күн жұмыс істедік. бір күн жұмыс істегенімізге 117 мың вон алдық. 117 мың вон дегеніміз $95 ғой деймін, қателеспесем. Бар, $95 тауып, мәз болып үйге қайтып жатыр, болды. Әдемі ғой, керемет қой. Барып ақшаны алдық. 2 адам жұмыс істедік, $95 алдық. Болды, үйге қайтып жатырмыз енді, мәз. Болды, үйге барамыз, душқа түсеміз. Тамағымызды ішеміз. Сөйтіп ұйықтаймыз. Сонымен күн бітті.